Бірінші айтқан мәселеңіз бойынша неге кіріп сені тоқтатуға тырысады білмесе де деген жерде бұл кісілердің ұстаздары өзінің аудиториясын бізге қарсы настраивать етеді. Мына жаңағы кім деген кісілердің айтатын уағыздары бар ғой, атын ұмытып қалдым, Ризабектердің ба жоқ Нұрәлі ұстаз дегендер бар ғой, солардың айтуынша біреу дін туралы әңгіме дұрыс емес нәрсе айтып жатса дейді да, енді дінге діншіл адамға жақпайтын әңгімелер айтып жатса, енді сол жақпайтын әңгіменің бәрін бұлар жала деп қабылдайды ғой. Сол жала жабылдап жатса, жамандап жатса, онда тоқтатпау харам болады дейді да. Бұлар соны естіп алады да, сосын ескертпесең ескерту парыз дейді да, сөйтіп кіріп алып қуады. Дінінен өзі таңдаған дін болмағандықтан, ол дінді ол не айтылатынын білмейді. Қорқыныш болғандықтан ол діннен тайқып кете алмайды. Содан кейін жаңа не ары не бері жүре алмай екі ортада неше түрлі қулыққа барып сандырақта қуып кетеді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе жаңа көз тию деген сияқты дұрыс. Мына қазақтың көне халық еміндегі әдістері бар. Сынықшылық деген нәрсе бар. Жаңағы шөптермен емдейді, түрлі аластайды, аштау деген нәрсе бар. Сіздер жақтарда бар ма? Білмеймін, біз жақтарда бар, апалар аштайды жаңағы. Сондай дүниелер бар, көз тиді деген нәрселер бар. Енді бұлардың қазіргі ғылыми түсініктермен бұл нәрселер бұрынғы замандағы медицина әлі дами қоймаған кездегі халықтың әйтеуір жоқтан бар жасаған емі. Сынықшылық деген бұл ептілік, бұл кәсіп. Сол кезде сол замандағы адамдар енді аяғың сынып кетсе не істейсің? Жата бермейсің ғой. Сол үшін оны бір адамдар ебін тауып, қолдың ептілігімен, жинаған тәжірибемен сынған жерді қайтып орнына салатын болған. Бірақ қазіргі таңда бір жеріңіз сынатын болса, сынықшыға барудың қажеті жоқ. Дәрігерге барып, рентгенге түсіріп, сосын соны рентгенмен қайтадан салу керек. Өйткені көптеген жағдайлар болады, қазір сынықшыға барады, сынықшы салған кезде сүйек дұрыс бітпей қалады. Ал сол сынған сүйек уақытына дұрыс бітпей қалатын болса, кейін ол солай қисық күйі қалып кетеді. Ал рентген оның қай жерден қалай сынғанын нақты көрсетеді, содан кейін гипс салып береді, сүйегіңіз орнына батады. Сол үшін де сынықшыға барып лотерея жасағаннан гөрі заманауи медицинаға қазір баршылық, бұрын енді амал жоқтығынан баратын сынықшыға, қазір баршылық. Сондықтан да сынықшы емес, дәрігерге барып, рентгенге түсіріп, одан кейін шыққанда ғана барады дейді. Шыққанның өзінде заманауи медицинаға жүгінген қауіпсіздеу. Себебі қате салынып қалса, немесе сынған жерді, шыққан жерді салам деп басқа сүйектеріңізде трещина кетсе, ол кейін үлкен травма болады да, ол көп ақшаға шығады. Сол үшін де солай деп есептеймін. Көз тиюге қатысты. Көз тиюге мен сенбеймін. Көз тиюді мынандай немен қарауға болады. Көз тиюді екі жағынан қарауға болады. Көз тиюді отдельный бір ауру деп қарай алмайсың. Көз тию кәдімгі бір ауруды сол басқа болған оқиғамен байланыстыру. Мысалы, балаң тұмаумен ауырады. Балаңа тұмау тиіп ауырады, немесе балаңның іші ауырады. Қалыпты жағдайда балаңның іші ауырса, сен ол ауруды іші ауру деп қабылдайсың. Оған дәрі бересің, дәрігерге апарасың, емдетесің, ешкімге ренжімейсің. Ал егер сен біреу балаңа көп қарап қалғанын көріп, осы оқиғадан кейін барып балаң ауыратын болса, сен бағанағы іші ауруды уже сен балаңның өзі ауырып жатыр деп қабылдамайсың. Анау ауыртып жатыр, ананың көзі тиіп кетті, мынаның көзінің сұғы өтіп кетті деп, басқа адамдарға тура сол ауруды апарып жабыстырып қоясың, аурудың себебін. Бірақ екеуінің арасында ешқандай байланыс болмауы мүмкін. Содан кейін балалар көз тиді деп ауыратын нәрсенің мынандай да жағы бар. Балалардың иммунитеті әлсіз. Сырттан бөтен адамдар келеді ғой. Сол бөтен адамдар белгілі бір бактерияларды немесе вирустарды алып келуі мүмкін. Солардың тыныс алуымен, дем алуымен, киімінен, үстінен, басқа жерден сіздің балаңызға бір вирус немесе бактерия жұғуы мүмкін. Сол адамдар кеткеннен кейін балаңыз ауырып қалуы мүмкін. Ересектер ауырмайды, себебі иммунитеттері мықты. Балаңыз сол адам келгеннен кейін ана вируспен бактерия немесе вирус жұқтырып ауырып қалатын болса, сіз оны көз тиюмен байланыстырасыз. Ешқандай да көз тию ол жерде жоқ. Дәрігер қателеседі дейді, бәрі қателеседі. Кез келген адам қателеседі. Бірақ заманауи медицинаның қателесу ықтималдығы көз жұмып емшіге немесе сынықшыға барғаннан әлде қайда төмен. Сол үшін заманауи медицинаның мүмкіндіктерін барынша пайдалану керек. Бір оқиға екіншісінен кейін болса, ол біріншісі екіншісінің салдары деген сөз емес. Мысалы, мен машинамды жуып шыққаннан кейін жауын жауып кететін болса,
жауын мен машинамды жуғандықтан жауып жатыр деген сөз емес. Ол аспанда жаңағы бұлттардың ауаға көтерілген жаңағы судың бу формасының ауырласып қайтадан жерге су айналымындағы жаууы. Ол мен машинамды жуған соң жаңбыр жауып жатқан жоқ. Ол жаңбыр просто табиғатта құбылысы. Просто екеуі бірінен кейін бірі болып қалды деген сөз. Ол менің машинамды жуған соң жауын жауды деген сөз емес. Осы көз тию бар, оттама ысқақ дейді. Жақсы, онда көз тимесин деген дәрі бар. Көз тиетін болса бейтіндер. Балаларыңа көз тиді десеңдер, аптекадан барып көз тимесин сатып алыңдар. Таңертең кешке шайдан тамақтан кейін бересіңдер. Көз тимесин деген дәрі сатылады. Без рецептов. Солмен емдеңдер балаларыңды. Так, Еркін, рахмет. Еркін 2000 теңге лақтырып жатыр. Егер қатты көз тиге десеңіз, онда көз тимесін Фортен аласыз. Форте деген жаңағы мықтырақ варианты. Көз тимесін Форте деген бар, көз тимесін простойы бар. Балаңыз ауырса көз тигеннен емдемейсіз ғой оны. Қай жері ауырып жатыр, сол жерін емдейсіз ғой. Жоқ, қарашы, балаң ауырып жатыр мысалы, іші ауырып жатыр. Сен оны көз тиді дейсің, енді іші ауырғанын емдемейсің ба, қайтып емдейсің оны? Оның іші ауырғанын емдесейсің, оны көз тиген тиді ма, тимеді ма, не қыласың оны? Көз тиюден ішетін дәрі жоқ қой. Осындай дүниелер айтсаң, көп адам қарсы шығады. Бірақ бұрынғы ем, бұрынғы замандағы ем, ол аталарымыздың жоқтан бар жасағаны ғой. Әйтеуір қолынан келгенше жоқтан бар жасағаны. Қазір бәрі бар ғой қолыңда. Заманыңа сай пайдалансай соның бәрін. Әркім өз заманына сай өмір сүру керек қой, қашанға артқа қайта береміз. Біз өз заманымызға сай емді бәрін қолданайық. Бұрынғы аталарымыз, егер балаң емделеді десе, сынықшы емес, қазіргі емшілер де өзінің несін пайдаланатын еді. Ол артқа қарай қайтарыла берген дұрыс емес ол. Әркім өз заманына сай білімді пайдалану керек.